Бесінші аптада нәрестенің кішірек болса да қолдары пайда болады. Аяқ-қол буындары бөгіле бастайды. Сондай-ақ кіндік пайда болады. Бұл нәресте ағзасына пайдалы заттар тасымалдайтын негізгі көз болып табылады. Сонымен бірге нәрестенің денесінде жыныс бездері де пайда болады. Құрметті ана, қазірдің өзінде балаңыздың бет әлпеті қалыптаса бастайды, ал көздері адамдардікіне ұқсайды. Қараяды, бірақ ұзақ уақыт жабық күйінде болады. Құрметті ана, енді 5-ші аптада сіздің бойыңыздағы өзгерістерге назар аударайық. Нәрестенің бойыңызға біткеніне аз уақыт қана болғанына қарамастан, кеудеңіз баланы тамақтандыруға дайындала бастайды. Сондықтан ол ерекше сезімтал болып келеді. Сол себепті ауырсынуы мүмкін. Іштің түйілуі де қатар жүреді. Егер ішіңіз қатты құрысып, қатты түйілмесе, онда алаңдаудың қажеті жоқ. 5-ші аптада сонымен бірге жиі бас ауру, ұйқышылдық, құсу және жүрек айнуы болады. Бұл токсикоздың ерте белгілері болуы мүмкін. Болашақ ана бұрынғыға қарағанда ашуланшақ болып келеді. Сондай-ақ осы уақытта тұзды тағамға көңілі ауа бастайды. Жүктіліктің 5-ші аптасында қынаптан бөлінетін сұйықтықты қатты қадағалау қажет. Егер қынаптан бөлінетін сұйықтықтың түсі, түрі басқаша екенін байқасаңыз, дәрігерден кеңес алыңыз. Себебі қан түстес болуы түсік тастауға әкелуі мүмкін. Тыныс алу жолдарына арналған және бұлшық етті нығайтатын жаттығулар кешенін орындау ұсынылады. Таза ауада серуендеу, жақсы қарым-қатынас, жақсы көңіл-күй сіз үшін де, нәрестеңіз үшін де өте маңызды. Сіз үшін пайдалы ақпарат болды деп үміттенемін. Маған қолдау білдіріп, қазақ тілді арнамыздың дамуына өз үлесіңізді қосып, жазылуды ұмытпаңыз. Жақындарыңызбен бөлісіңіз.